екпін. Екпін сөйлем ішіндегі кейбір сөздердің немесе сөз ішіндегі кейбір буын, дыбыстардың басқа тілдік бөліктерден ерекшеленіп, көтеріңкі айтылуы. Екпін сөз екпіні, ой екпіні, тіркес екпіні, дыбыс екпіні деп бөлінеді. Сөз екпіні. Сөз ішіндегі бір буынның көтеріңкі айтылуы сөз екпіні деп аталады. Қазақ тілінде сөз екпіні негізінен соңғы буынға түседі. Мысалы, бала далада ойнап жүр. Мұнда бала далада ойнап деген а дыбыстарына түседі. Сөз ішіндегі екпін дауысты дыбысқа түседі. Ой екпіні. Сөйлемде көңіл аударылуы тиіс сөзді ерекше айту. Ой екпіні тұрақты емес. Мысалы, бүгін әкем ауылға кетті. Әкем ауылға бүгін кетті. Бүгін ауылға әкем кетті. Бүгін менің туған күнім. Тіркес екпіні. Бірнеше сөздің тіркесе, тізбектеле, біртұтас екпінмен бөліктене айтылуы. Бұл көбінесе күрделі сөздерге, негізгі және көмекші сөздердің тіркесіне тән. Мысалы, мектепке дейін әке-шеше әдет құрып сен ғой. Бұл тіркестерде бірге айтылады. Яғни бөлек-бөлек айтылмайды. Дыбыс екпіні. Сөз ішінде дыбыстың бөлектеніп, көтеріңкі дауыспен немесе созып айтылуы. Мысалы, ой-пай, тамаша, ох. Дыбыс екпіні. Көңіл күйін білдіретін сөздерді айтуда жиі қолданылады. Айтылуда сөйлеушінің эмоциясын білдіреді. Ескерту, екпін түспейтін буындар, қосымшалар. Жіктік жалғауына. Оқушымыз, барамыз. Мұнда мызға екпін түспейді. Болмыс етістіктің жұрнағына. Ағашты жарма, сен айтпа. Ма, па, болмыс етістіктің жұрнағына екпін түспейді. Шылау сөздерге үйде, малда, бәрі де аман. Де, да шылауларына екпін түспейді. Көмекші сөздерге мен ғой кеңседе болдым, үйге шейін атпен келдім. Ой шейін көмекші сөздері. Бұларға екпін түспейді.